Қазақ әдебиетінің алтын кезеңі десе, есімізге 20 ғасырдың 60 жылдары түсетіні анық. Біз ол жылдар туралы қаламгерлер естеліктері мен әдебиет оқулықтары арқылы ғана таныстық. Сол жылдары қазақ әдебиетінің көшіне ілескен бір топ жас таланттар әдебиет дейтін көркем әлемге тосын жаңалықтар алып келген болатын. Сол шоғырдың бел ортасында біздің сүйікті жазушымыз Сайын Мұратбеков те бар еді. Қазақ зиялыларының арасында Сайын даланың сайын атанған жазушы, шағын жанрдың шебері 1936 жылы 15 қазанда Алматы облысының Қапал ауданындағы Қоңыр ауылында туылған. Әкесі Сапарғали Ерсайын жырындағы сайыпқыран жігіт сияқты батыл да батыр азамат болса екен деген арманмен ұлының есімін Сайын деп қояды. Күнертең-ақ ұлының Ерсайын жырындағы Сайын сияқты батыр болмаса да халқы сүйген дана қаламгер болатынын әкесі сезген болар. 7 сыныпта оқып жүрген сәтінде ауылдағы хикаялардан құрастырып жазған «Біздің ауылдың кештері» атты тырнақалды әңгімесі мектептегі «Достар» атты қабырға газетіне жарияланады. Қолына қалам ұстағысы келген қарымды жастың әуелден таңдайтыны журналистика болатыны белгілі. Жазушы Сайын Мұратбеков те әуелі Қазмудың журналистика факультетіне емтихан тапсырған. Алғашында оқуға бірден түсе алмаса да, еңбекке араласады. Табандылығының арқасында арманы болған оқуға қайта тапсырып 1957-1963 жылдары Қазмудың журналистика факультетінде сырттай оқиды. 1962 жылға дейін аудандық, облыстық газеттердің әдеби қызметкері болады. Жұлдыз журналында, Қазақ әдебиеті газетінде, Қазақстан жазушылар одағында, жазушы баспасында жауапты қызметтер атқарды. Ауыр жүкті мойнына арта жүріп, талай дүниеге қалам сілтеп, сырлы шығармалар жазып тастады. Алғашқы әңгімелерінің бірі «Менің қарындасым басылып, байтақ даланың түкпір-түкпіріне жеткенде-ақ, күллі ел болмаса да дүйім қаламгердің санасы селк еткені белгіледі. Себебі шағын әңгімеде көгілдір де мөлдір әлем бар, онда табиғи тазалық пен қарапайым тірлік бар. Осылайша әдебиет дейтін әлемнің көшіне маржандай шығармаларымен ілесіп, қазақ оқырманына қарапайым қазақы болмысты көрсетіп, қазақтың табиғилығын әңгіме-повестер арқылы таныта бастайды. Оның «Ауыл оты», «Көкорай», «Дос іздеп жүрмін», «Қалың қар», «Өліара», «Отау үй» сынды кітаптарының барлығы да қазақ әдебиетіне қосылған алтын қазына.